Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз кезекті футбол жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Диего Симеоне Луис Суарестің орнын алмастыратын шабуылшы таңдады. Испандық баспасөздің хабарлауынша Атлетика жаңа орталық шабуылшы іздеу үшін жазда нарыққа шығады. Ал Диего Симеоне клуб басшылығынан Лаутаро Мартинесті сатып алуды сұрап жүр. Жасыратыны жоқ, Интер өз жұлдызын сатуға дайын. Миландық клуб шабуылшы үшін шамамен 80 миллион евро сұрап отыр. Әйелдер арасындағы Барселона-Вольсбург кездесуіне 90 мыңнан астам көрермен жиналды. Бұл әлемдік рекорд. Әйелдер арасында Барселона ерекше команда. Команда Испанияда да, Европада да осы маусымда барлық матчтарды жеңіп келеді. Тіпті тең түскен жоқ. Манчестер Ситидің шабуылшысы Габриэль Жезус келесі трансферлік терезеде клуб ауыстыру мүмкін. Футболшыны сатып алу мүмкіндігін лондондық Арсенал клубы қарастырып жатыр. Дереккөздердің айтуынша 25 жастағы бразилиялық мансабында өзгерістер болатынына қуанышты. Бұл ретте клубтар әлі бір-бірімен ресми келіссөздер жүргізген жоқ. Гризманн 2022 жылғы әлем чемпионатының фавориттері туралы айтты. Мен кімді фаворит деп айтар едім? Әрине, Бразилия, Аргентина, Испания және Франция. Турнирге дейін әлі жеткілікті уақыт бар. Біз барынша дайындаламыз. Біз жақсы команда жинадық. 9 матч қатарынан жеңілген жоқпыз. Бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Бірақ әлем чемпионатында кездесетін қиындықтар болады, деді Гризманн. Ювентуста жалға ойнап жүрген Атлетика Мадридтің шабуылшысы Альваро Мората клуб ауыстыруға дайын. Футболшы лондондық Арсеналға ауысуы мүмкін. Ойыншы чемпионатта ауыстырып Лондонға оралуға дайын екендігін білдірді. Ол Арсеналға ауысуы туралы сұраққа жауап бере отырып, оның жақсы нұсқалары бар екендігін айтты. Сондай-ақ ойыншы отбасы оның әрбір шешімін қолдайтындығын атап өтті. Эрик Тен Хаг жаңа жұмысы жайлы келіссөздер жүргізгенін хабарлады. Голландиялық маманның өзі шарт қойды. Атап айтқанда барлық трансферлер онымен келісіледі. Жұмысқа қойылатын талаптарды өзім қоямын. Кепілдік болмаса мен келіспес едім. Жауапкершілікті аламын және нәтижелер үшін өзім жауап беремін. Жалғыз басқарғым келмейді. Мен әрдайым командалық жұмысты қолдаймын. Бірақ трансфер жайлы ол менің жалғыз шартым, деді Тен Хаг. Вольсбург Майнц қақпасына 5 гол соқты. Бір қызығы барлығы бірінші таймда. Статистикаға қарасақ, Вольсбургтың тарихында мұндай оқиға алғаш рет. Сондай-ақ шабуылшы Макс Круз үзіліске дейін 3 гол соқты. Вольсбург тарихында бірінші таймда хет-трик жасаған бұл алғашқы ойыншы. Фут Меркато мәліметінше Антонио Рюдигер 3 алыптың бірін таңдайды. Футболшының трансферіне Реал Мадрид, Ювентус және ПСЖ қызығушылық танытып отыр. Рюдигер үшін париждіктер ұсынған келісімшарт ең тиімдісі. Бұл жалақыда қол қою бонусына да қатысты. Ал мадридтіктер болса ең төменгі жалақымен ұсыныс жасап отыр. Беделді дереккөздің хабарлауынша, Ювентус Федерико Бернардескиге жаңа келісімшарт ұсынбайды. Ойыншы клубтан еркін агент ретінде кетеді. Қыста Киезаның жарақатына байланысты ойыншыға соңғы мүмкіндік берілді. Итальяндық оны пайдалана алмады. Фабрицио Романо Роналд Арахоның Барселонамен жаңа келісім шарты бойынша келіссөздер жүргізуде еш қиындық жоқ екендігін айтты. Келісім 2 апта ішінде жариялануы керек. Тараптар 2026 жылға дейін келісімге келді. Ойыншының сатылу сомасы $1 миллиард деңгейінде белгіленген. Бұған дейін Арахоны Манчестер Юнайтед алғысы келген. Футболшы Барселона басшылығымен келісім шартының қаржылық бөлігіне қатысты келіспеушіліктерді шешіп Испанияда қалды. Килиан Мбаппенің анасы ұлының келісімшартын ұзарту үшін ПСЖ басшыларымен келіссөздер жүргізуде. Файза Ламари қазір Катарда. Париж президенті Насер Әл-Хилайфи және Катар әмірі Тами бен Хамад Әл-Тамимен кездесті. Тараптар бұдан былай келісімнің қаржылық шарттарын талқыламайды. Париждіктердің соңғы ұсынысы 50 миллион евро жалақы және 100 миллион евро қол қою бонусы бар 2 жылдық келісімшарт болып қала береді. Оның орнына Мбаппенің жақын адамдары ПСЖ Килианның Чемпиондар лигасын жеңуіне жағдай жасай алатынын белгісі келеді. Жартылай қорғаушы Анхель Ди Марияға үміткерлер тобы белгілі болды. Бұған дейін аргентиналық жазда ПСЖ-дан еркін агент ретінде кететінін хабарланған болатын. 34 жастағы футболшыға бірден бірнеше команда қызығушылық танытып отыр. Атап айтқанда, ойыншымен 1-2 жыл келісім шартқа отыру нұсқасын қарастырып жатқан Ювентус. Ди Марияға Барселона мен Атлетикада қызығушылық танытып отыр. Сонымен қатар аргентиналық үшін Европадағы тағы бір нұсқа Бенфика. Ол европалық мансабын Португалия командасында бастады және 2007-2013 жылдары аралығында 119 ойын өткізді. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар тәмәм. Егер видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпайық. Келесі видеода кездескенше.